Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге ағзаға өте пайдалы, құрамы дәруменге бай қайнатпа сорпаның рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл тағам негізінде өзбекстанның тағамы сорпа деп аталады. Рецептіні соңынан шейін қараңыздар. Ең алдымен бізге керекті өнімдердің барлығын атап өтейін. Ет, сүйек, пияз, сабыз, қызанақ, картоп, алғар бұрышы керек болады. Осы өнімдерді тағамға қоссаңыздар, өте дәмді болып шығады. Енді етіміз қайнап шыққанша өнімдерімізді турап аламыз. Мен картопты, сабызды осындай пышақтың көмегімен турап алдым. Мінекей, енді етіміз қайнап шықты. Бетіндегі көбігін сүзгіштің көмегімен аламыз. Енді еттің өзін 40 минуттай қайнатамыз. Мінекей, өнімдердің барлығын турап дайындап алдым. Мінекей, етіміз 40 минуттай қайнап шықты. Енді бағана турап алған өнімдерімізді салып 20 минут қайнатамыз. Дәміне қарай тұз, дәмдеуіштер саламыз. Ең соңына қарай болған болшымызды салып 15-20 минут қайнатып аламыз. Осымен біздің сорпамыз дайын болды. Оттың астын сөндіріп, кесеге салып ұсына берсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Ақмарал. Рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.